саламатсыздар. Мен Сүгірбегендігі атындағы нөмір 4-ші жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы Құлбай Адайла. Туғанымнан керемет тылсым табиғат шеберлігінің куәсі болдым десем де артық етпес. Маңғыстау. Жердің асты қазынаға, жердің үсті аңызға толы. Әулиелі 362 әулие орналасқан киелі мекен. Ғажайып. Маңғыстаудың жазығына төңкерілген кеседей. Қырқа палеоген дәуірінің эктасты, саз балшықты жыныстарынан селген Шерғала ерекше көзге түседі. Аймақтағы аңызға айналған мекен Ақтау қаласынан 170 шақырым, ал Шетпе кентінен 22 шақырым жерде орналасқан. Таудың ұзындығы 300 метр. Сырттай қараған адам таудан кәдімгі киіз үйдің бейнесін көреді. Шерғала Қаратаудың орталық және батыс жоталарының ортасында орналасқан тау тізілісі. Әйгілі Ұлы Жібек жолының қызып жатқан кезінде талайларға көлеңке пана болған деседі. Жергілікті халық бұл жердің бұрынғы соғыстарда, әсіресе қазақ-түркмен шайқастарында ерекше рөл ойнаған айтады. Түркмендер Шерғаланың үстіне шығып паналаған. Қазақтар жоғарғы түркмендер лақтырған қаруларынан шыға алмай, түркмендер төменде адамдардан түсе алмай, қорғанып тығылып жата берген. Шөлге шыдай алмай, төмен түседі деп күткен. Күндер өтеді. Еш әрекет болмаған соң, ыстыққа шыдау мүмкін емес. Бұлар бәлкім су алатын құдық қазған болар деген оймен, Шерғаланың бүйірінен үңгір қазып тыңдаса, жарға соққан шелек даусын естиді. Қисық қазғандарын түсінген, олар қапталынан қайта қазып, су алып жатқан түркмендердің шелектерінің үстінен дәл түсіп, шелек бауын үзіп, су алғызбаған. Шөлге шыдамаған түркмендер амалсыз берілген. Қазіргі күнде сол екі үңгірдің орны әлі бар және қасынан қамал орындарында көруге болады. Сондай-ақ басқа бір аңызда қайбір халықтың батырлары осы жерді өздеріне қамал қылып, жауларымен жолбарысша алысқан дейді. Ең соңғы қалған жауынгерлер Шерғаланың астына жасырынып, мәңгілікке сол жерде қалып қойған. Таудың Шерғала, жолбарыстар қаласы атануы осы себептен дейді. Саяхаттаудың реті келсе, міндетті түрде Маңғыстаудың төріндегі осы тарихи ескерткіштің Шерғаланы көруге кеңес берер еді.